Ильяс Есенберлин талантты жазушы, шоқтығы биік туындылардың авторы, тарихта ойып тұрып орын алатын өшпес тұлға. Ақиық ақын артынан баршаға танымал көшпенділер Алтын Орда мен басқа да көптеген еңбек қалдырды. 10 қаңтар қаламгердің туғанына 110 жыл толды. Айтулы күнге орай өткен әдеби кеште Ильяс Есенберлиннің өмірі мен шығармашылығы туралы құнды мәліметтер айтылды. Бұл кісінің 110 жылдық мерейтойы бүгін тек біздің облысымызда ғана емес, республика деңгейінде тойланып жатыр. Өйткені бұл кісінің шығармалары әлемдік деңгейде 30 елдің тіліне аударылған. Сондықтан да бұл кісінің еңбегі ауыз толтырылып айтарлық, ұлтқа қосқан үлесі зор. Сондықтан бүгінгі іс-шараны жоғары деңгейде өтетініне сенімдімін. Әрине ол кісінің еңбектері қазіргі Қазақстан телеарнасында, басқа да телеарнада жүріліп жатқан көшпенділер, Алтын Орда сияқты телесериалдармен де толықтырылып отыр. Сондықтан бұл кісінің мерейтойы әрбір қазақ үшін, әрбір біздің облыстар және республикалық деңгейде тойлануға міндетті деп ойлаймын. Құнды әрі көлемді туындылармен танымал болған біртуар азамат алғашында ақын ретінде танылып, шығармалары 1940 жылдан бастап жарық көру бастаған. Ильяс Есенберлин қазақ әдебиетінің тарихында бүгінгі күнге дейін ең көп роман жазған тұлға. Драматургқа арналған әдеби кеш Аманат партиясының ұлттық мұра жобасы аясында ұйымдастырылып отыр. Соның бірі ұлттық мұра жобасы. Ұлттық мұра жобасы аясында біз рухани құндылықтарды насихаттаймыз, ұлттық спорт түрлерін насихаттаймыз және мемлекеттік тілдің меңгеру аясын, қолданылу аясын кеңейтуге іс-шаралар өткіземіз. Бүгінгі Ильяс Есенберлиннің 110 жылдығына арналған шарамыз осы ұлттық мұра партиялық жобасы аясында өтіп отыр. Көркем сөздің суреткері деген әдеби кеш. Бұл жерде зиялы қауым өкілдері, партия ардагерлері, партия филиалының жанындағы мирас кеңесінің мүшелері қатысып отыр. Шара барысында қазақ әдебиеті классигінің елдің мәдени мұрасына қосқан үлесі талқыланды. Жазушының өмірі жайында баяндамалар мен ақын шығармаларынан үзінділер оқылды. Дана Асылханқызы, Азамат Елубаев, Первый Северный телеарнасы.